жүрген Хайди, Тереза, Карл және Уильям арасындағы әңгімені естіп қалады. Олардың Питердің құпия орнын тауып алғылары еді. Таба алатыныма сенімдім. Хайди болған жайды Питерге хабарлады. Қасамды тауып алуға кетті. Енді қайттым. Екі дос ақымақ балаларды алдап соғып, ағаш үйлерін қорғап қалды. Олар бізді алдады. Досына көңілі қалған Питер Хайдиге құпия орнын көрсетті. Хайди мен Питер достықтарын мәңгі сақтайтын серт қабылдаймыз. Ормандағы түн. Әдемісін, ай. Жарқыраған күн қызыл өртке айналғандай. Ар жағынан тіпті әдемі шығар. Күні бойы жартып әңгіме айтпадың ғой? Питер. Ау? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Сырыңды менімен бөлісіңе болады. Серт бердік емес пе? Күз мезгілі жақындағанда мұңаям. Не үшін? Ағаш үйімді, ешкілерімді көре алмайтын болам. Не үшін ешкілерді көре алмайсың? Себеп мектепке баруым керек. Мектеп жаман ба? Әрине, жаман болғанда қандай. Күні бойы бір бөлмеде қамаласың да отырасың. Түсінесің бе? Бірнеше сағаттап отырамыз. Оған қоса үй тапсырмасы бар. Қайта жаңа нәрсе үйренесің солай ғой? Мен жаңа нәрселерді тауда, ешкілерімнен үйренем. Сен ойлағандай жаман емес шығар? Ой, нағыз жаман жер. Жүр, сенбесең көрсетейін. Отыр. Жақсы, Питер мырза. Сонымен 100 жыл бұрын. Қалай еді әлгі? Кім патша болған? Жауап бер қане. Не? Кім патша? Мен... Демек жауабың жоқ. Үйге берген тапсырманы орындамағансың, кішкентай ханшайым. Бірақ... Сөйлеме! Енді жазу жазасың. Ал жазуың дәптердегі жолақтан шығатын болса, бәрін басынан бастайсың. Бірақ мен жазуды білмеймін ғой. Ақмақ бақташы жаза алмайды. Бұл Карл мен сыбайластары. Үнемі мазақтайды да жүреді. Сен не үшін жазбай отырсың, Хайди? Бірақ... Берген тапсырманы аяқтамайынша сыныптан еш қайсың да шықпайсыңдар. Есікті іліп қойдым, Хайди ханшайым. Енді басқа оқушыларды қашанғы қамауда ұстамақсың, а? Хайди, жыламашы. Мен жай қалжыңдадым ғой, білесің бе, бұл қалжың. Мектепке барғым келмейді. Менің қолымда болса, жібермес едім. Бірақ бәрін шешетін үлкендер ғой. Оқушылар басшысы, мектеп мұғалімін айтам. Қолына өтініш қағазын алып алады да, үйіңе жетіп келеді. Олар бармаймын дегеніңе мүлдем қарамайды, ұқпайды да. Оқушылар басшысы? Қайырлы кеш, атай. Күннің суығы жақындап қалған секілді. Ақыры күзде келіп жетті. Солай ма, ата? Ауа райына бола келмегенің анық. Одан да ашығын айт. Не үшін келдің, Тревер? Жай сөзге бола келмейтінді білесіз ғой. Мұғалім мұнда не істеп жүр? Сіздің немере қызыңыз туралы сөйлесейін деп едім. Оны жаңа оқу жылында мектепте көрсем деп едім. Үйге кір, Хайди. Тревер мырзамен сөйлескенше дастарханды кешкі асқа әзірлеп қой. Сәлеметсің бе, Хайди? Сәлеметсіз бе, Тревер мырза? Жуық арада кездескенше. Оның не деген естідің бе, Чиппи? Кездескенше деді. Білім алғанның қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Мәжбүрлеудің қажеті жоқ, Тревер мырза. Хайди биыл мектепке бармайды. Ойымша, келесі жылы да бармайды. Жақсылап ойланарсыз, атай. Мынау сізге.
Оқушылар басшысы қолына қағазын алып алады да, үйіңе баса көктеп жетіп келеді. Олар бармаймын дегеніңе қарамайды. Айтып болсаң жайымызға қалдыр. Сәлеметсіз бе аға? Сізге айтар жақсы жаңалығым бар. Франкфурттан өзіме лайық жұмыс таптым. Сізге хат жазған себебім Хайдиді келесі жазда алып кететінімді айтқым келді. Оған өзім қарайтын боламын. Ата, Хайди, мен саған үйде отыр демеп педім. жаңағы мұғалім берген хатты оқып жабырқап қалдыңыз ба? Ол жерде мен... Хайди, бұл үлкен адамдардың әңгімесі. Араласпа. Бірақ маған не болатынын білгім келеді. Менен жасырушы болмаңызшы, ата. Қыстақ тұрғындары дұрыс айтады. Сіз нағыз долаюдың өзісіз. Әй қыз, ендігәрі маған олай деуші болма, ұқтың ба? Ішке кірді төсегіңе барғаны. Кешкі ас туралы ойлаушы да болма. Қарашы мұны. Жоқ. Сабаққа неге келмедің, сұлу қыз? Мә, ақмақ бақташы. Сұмдығай, патшаның кім екенін білмейді. Ешкі бағудан басқа ештеңе білмейді. Мектепке бар да сабақ оқа. Қане сабаққа кір. Мектеп мұғалімі талап етеді. Жоқ, бармаймын. Қорқушы болма, Чипи. Қалай істеу керегін білем. Білесің бе? Қараңғы орманда жүрген мектепке барғаннан жақсы. Ештеңеден қорқудың қажеті жоқ, Чипи. Біз қорықпаймыз. Сен бе, Жозеф? Зәремді ұшырдың ғой. Сенің келгенің қандай жақсы болды. Ертең өзен жанындағы үңгірге барамыз. Ал әзірше ағаш үйде түнейміз. Жозеф, сен осында қалып, бізді күзет.
Жарық Жылдыз, өтінем, олардың тауып алуына жол бермеш, менің мектепке барғым келмейді. Haydi, қане тұрсаң шәге таң атты ғой. Мысық секілді ұйықтай бергенде. Haydi! 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 Мен қайдамын? Есіме түсті, ағашы. Дұрыс айтасың, Чиппи. Үңгірге бармас бұрын таңғы асымызды ішуіміз керек. Таң атпай болдым. Сәлеметсің бе, Бриджит? Атай? Хайдиді көрдің бе? Хайди ма? Жоқ. Не үшін келуі керек? Себебі ол үйден кетіп қалды. Питер! Питер, тез мұнда кел. Атай, не болып қалды? Хайди қайда? Жоғалып кетіпті. Қалай сонда? Сонымен, бәлкім сен білетін боларсың. Меніңше жасырын баспанамда. Немесе жағалауда. Кім білет, іздеп көрейік. Жағалауда не бар? Ол жаққа жазда барғанбыз. Жасырын үңгір болатын. Ол жерде Карл мен оның достарынан жасырындық. Енді есіме түсті. Ендеше сол жаққа кеттім. Ал сен үйшігіңе бар, жарай ма? Тапсаң бір рет, ал таппасаң, 2 рет сықырасың. Содан кейін менің үйіме қарай бар. Кім білет, бәлкім мен үйге келгенше ол да оралып қалар. Табиғат қандай әдемі. Қыста пана болуға лайықты жер секілді. Көктем шығып, оқу аяқталған соң, үйге қайта оралып, Питерге ешкі бағысамыз. Жүріңдер, жаңа үйімізге барайық. Хайди, осындасың ба? Хайди. Нан қоқымы? Демек, ұзаққа кете қоймаған. Енді бұл жер менің жатын орным болады. Жақсы жер ғой, солай ма, Чиппи? Ал сен қалай ойлайсың? Жозеф, менің төсегіме жатқаның не? Көрдің бе? Тіпті Чиппи де сенің дұрыс жасамағаныңды біледі. Қане, соғысқанды қойыңдар. Тоқтат! Тоқтатыңдар дейін. Жаңа үйімізді шашып тастадыңдар. Тоқтатыңдар! Чиппи, кері қайт. Чиппи! Қанеке, Джозеф, тез арада Чиппиді табуымыз керек. Әжей айтып еді ғой, көрмеген жағдайда барар жолыңды жүрегіңмен сезіну керек. Чиппи, Чиппи!
Siz nağız dolayıyorsunuz. Оның рас. Чипи, Хайди қайда? Жақын арада болу керек. Хайди! Чипи, қайдасың? Джозеф! 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 Хайди, тұрған жеріңнен қозғалма. Саған өзім барам. Söyley ver Haydi. Söylesen tez табам. Мен мұндамын! Ата! Тоқтамай сөйлей бер. Жақындап қалдым Haydi. Қолым шыдар емес, сырғанып барады! Ата! Қане, үйге қайтайық. Хайди, не үшін бұлай қашып кеттің? Кешірім өтінем. Питер маған мектеп туралы, қатыгез мұғалімдер жайлы бәрін айтып берді. Сіздің мұғаліммен сөйлескеніңізді, оның сізге хат бергенін көрдім. Өтінем, ата. Мені мектепке жібергеніңізді қаламайым. Біліп қой, Хайди. Тревер мырза өте жақсы адам. Питердің олай айтқаны жөн болмаған екен. Ал мектеп сен ойлағандай қорқынышты емес, қызым. Сіз мектепке бардыңыз ба, ата? Сендей жасымда барғанмын. Бірақ биылғы қыста менің жанымда Долаюдың қасында боласың. Ауыр сөз айтқаным үшін кешірім сұрайым. Сонда биыл сіз мені мектепке жібермейсіз бе? Рас па? Бірақ бұдан бұлай жөнсіз қашып кетуді қоятын бол, жарай ма? Я, жарайды, ата. Түсіндім сізді. Бұдан бұлай қайталанбайды, уәде берем. Расымен де мектепке жібермейтін болсаңыз, сізге сұрақ қойғанда неге олай жауап бердіңіз? Олай жасамауым керек еді. Хайди, кешірім сұраймын. Мен де кешірім сұрайым. Haydi! Haydi! Питер! Қалайсың? Көргеніме қуаныштымын, Хайди. Хайди, сен неге бұлай жасадың? Бізді қорқытқаныңды білемісің? Не үшін қашып кеттің? Мен мектепке барғым келмеді. Рас па?
Иә, дәл солай бақташы жігіт. Қайтеге әңгіме айтпас бұрын жақсылап ойланып алсаңшы. Бұның қиялы сен ойлағаннан да қорқыныштырақ. Кешіріңізші. Әдейі жасаған жоқпын. Бірақ атам биыл мені мектепке жібермеймін деп уәде берді. Таң атқанда өзен маңайының қандай болатын көрсең ғой, құдды ертектегідей. Сәлем. Сізге хат жазған себебім Хайдиді келесі жазда алып кететінімді айтқым келді. Оған өзім қарайтын болам. Сені менен ешкім де алып кете алмайды, қызым. Ешкім. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған